Ең бастысы біз өзімізден бұрыннан бері талқыланып келе жатқан бір мәселе болды. Ол цифрлық қауіпсіздік, цифрлық деректерлерді қорғау және де азаматтың құқығы тек қана офлайн емес, онлайнда ол қорғалу керек екенін біз бұрыннан бері талқылап келе жатырмыз. Оны біз мәжілісте цифрлық кодексті де оны енгіздік, бірақ оны ата заңымызда белгілеу өте маңызды болды. Енді өзіміз білеміз, қарасаңызшы, қаншама біздің азаматтарымыз деректері желіге кетіп қалып, оны ертең айлакерлер қолданып, біздің азаматтарға қарсы олардың ақшаларына иеленгенімізде біз куә болдық. Осыған тосқауыл қою үшін, соған төтеп беру үшін, әрине де біз үшін ол осы біздің цифрлық деректерді қорғау, ол бекіту және де оны дұрыс деңгейге шығару өте маңызды болды. Екінші мәселе менің ойымша өте маңызды, және де бірнеше азаматтар осы мәселемен маған келді. Ол жекеменшік үйін, адам баспанасын қорғау. Оны соттың шешімісіз ешкімді үйден шығаруға құқығы жоқ екендігін бекіту. Бұл менің ойымша өте маңызды. Себебі енді бізде қанша қазір желілерді көріп жатырмыз, түрлі жағдайлар болып жатыр. Осыған да жол бермес үшін осындай шешім қабылданды. Үшіншісі менің ойымша өте маңызды, және де нақты біздің конституциямыздың талқылау барысы осы үшінші мәселенің қарастырылғаны және де енгізілгенінің көрсеткіші. Ол үшінші бапта халық ашықтық және халықпен кеңесу деген. Халықтың ең басты талабы біздің пікірімізді, біздің ойымызды, біздің ұсыныстарымызды қарастырыңыз деген. Менің ойымша, қандай ел осы қазір 21 ғасырда біз конституциямыз жазған кезде бүкіл елмен ақылдасып, олардың пікірін жинап, оны тікелей эфирде көрсететін, менің ойымша, бұндай елді мен көрген жоқпын. Қазақстан менің ойымша бірінші қатарда осы ашықтығымен қазір тұр.